I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Armsızlar жиналған ата-ана, ұстаз. Той жеңсіз өмірдің мәні болмас. Арамыздан талпынып қақты қанат, 11 жылда ой санасын таныған жас. Жас жүректің өмірлік құштары күн, бағбан ұстаз баулаған құстары бұл. Құштасып бүгінгі күн ұясынан, сол құстардың бір тобы ұшқалыdır. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі күн жас ұрпақ үшін ұмытылмас сәт. Дәл осы сәтте білім ошағының мектеп бітіруші түлектері жаңа өмірге қадам басқалы тұр. Қуанышпен толқиды жүректері, киелі мектебімнің түлектері. Жойядан қияға қанат қағып, орындалсын әрқашан тілектері дей отыра, 2024-2025 оқу жылының аяқталу құрметіне арналған мектебім саған мың алғыс атты салтанатты жиынын ашық деп жариялаймыз. Мектеп түзін! Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына тік тұр.
ұстаздардың үкілеген үмітін ақтағалы отырған 35 түлектерімізді сынып жетекшілерімен қарсы алайық. Абишева Диляра, облыстық ғылыми жобалар байқауында Астана облысының номинациясында 3-ші дәрежелі диплом иегері, мамандықтар әлемін ашамыз атты республикалық форумның қалалық айналымының 3-ші дәрежелі диплом иегері. Жұпарбек Арушан, Капец Савина, Ақбота электронды марафонының жеңімпазы. Кастова Гүлмина, Мағжан Жабаевтың жыл ішінде алған Мағжан қайпастарды жас бөлметанушылар байқауының қалалық беделі бойынша бірінші орын иегері. қалалық қазақ тілі мен әдебиеті пән олимпиадасының 2-ші орын иегері. Марат Нұрай, жаттық болашақ олимпиадасының қалалық беделінің бірінші орын жеңімпазы, облыстық беделінде шешендік өнер номинациясын иегері, қалалық, облыстық, республикалық дебат ойындарының жеңімпазы. Нұрымшан Алтияр, Нұрлан Асыл, ұлы ақын Мағжан Жұмабаевтың жыл жылдығына орай өткізілген қазақ әдебиетінің жалпы жұмысы атты облыстық эссе байқауының 3-ші орын иегері. Сәбитбек Аружан, 8-ші республикалық ғылыми жобалар байқауының қазақ қалалық газетінің 1-ші орын иегері. Сапарғалиев Арушан, жас оқушылар 3-ші республикалық, 2-ші қалалық газетінің командалар номинациясының 2-ші орын иегері. Сыздықова Жасмин, университетінің ғылыми іздеу бойынша 16-шы халықаралық олимпиадасының 2-ші орын иегері, жас қаламгер сурет байқауының қала деңгейінде 2-ші орын жүлдегері. Сынып жетекшісі Ағазат Бақиев. Сыныбы Абай Тайыр, облыстық ғылыми жобалар байқауының физик мамандықтар әлемін ашамыз атты республикалық форумның қалалық кезеңінің 3-ші дәрежелі диплом иегері. Амангелді Ердәулет, облыс бойынша Телеграфия жүйесінің 3-ші орын иегері. Абышев Талипәнінен өткен облыстық мәдениет оқу сайысының 2-ші орын иегері. Амантай Альбина, 8-ші облыстық оқушыларға республикалық ғылыми жобалар байқауының қалалық кезеңінің жеңімпазы, мамандықтар әлемін ашамыз атты республикалық форумның қалалық кезеңінің 3-ші дәрежелі диплом иегері. 9-ші облыстық қыздар арасындағы волейболдан Шымбатов қалалық мектеп лигасының 3-ші орын жүлдегері. Жалпы білім беретін мәдениет бойынша жобалар республикалық облыстық болысы 3-ші дәрежелі диплом иегері. Және жыл басында республикалық қалалық кезеңінің 1-ші орын иегері. Амантай Айкөз, білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен Олимпиадалық техникалық шығармашылық шеберлігі чемпионатының қатысушысы, мектеп оқушылары арасында ұлттық спорт түрлерімен ұлы дала рухы облыстық фестивалінде тоғызқұмалақ ойыны
арналған мен жастарға сенемін шығармалар байқауының 3-ші орын иегері. Бақытжан Таймиялов өмірбек жолдасбеков атындағы математика және бойынша зерттеу жобаларының халықаралық конкурсында 2-ші орын иегері, облыс бойынша футболдан 1-ші орын иегері, 2017 жылғы шахмат олимпиадасының 1-ші орын жеңімпазы. Бекжан Диана, фигура математика баланшының 3-ші орын иегері. Бұл қыздар арасындағы волейболдан шұғылды қалалық мектеп лигасының 3-ші орын жүлдегері, Ақорда интеллектуалдық марафонның 3-ші орын иегері, республикалық ұлттық интеллект олимпиадасынан математика пәнінен ұйымдастырылған онлайн олимпиадасының 1-ші орын иегері. Ертерек Ескендір Ақорда интеллектуалдық марафонының 3-ші орын иегері, республикалық ұлттық интернет олимпиадасының математика пәнінен ұйымдастырылған онлайн олимпиадасының 1-ші орын жеңімпазы, география пәнінен мектепшілік олимпиаданың 2-ші орын иегері. Ханафи Санжа, Ақорда интеллектуалдық марафонның жеңімпазы, Бұрыш облысының арасында халықтық лиганың волейбол жарысында 3-ші орын иегері, мектептегі 5 жылдық байқаудың үздік балуаны, Бұрыш облысының арасында қалалық мектеп лигасының волейбол жарысында 3-ші орын иегері. Абдолла Ерназар 4-ші, 11-ші сынып арасындағы қалалық мектеп лига волейбол ойынының 3-ші орын иегері, Павлодар қаласында өткен республикалық волейбол ойынының плей-оффтың үздік ойыншысы, мектептегі 5 жылдық байқаудың үздік балуаны, облыстық өрт сөндіру спорты бойынша өткізілген байқаудың 1-ші орын жүлдегері. Алаш өнер орталығының ұйымдастыруымен өткен халықаралық алаш ұстаз өнер байқауының 2-ші орын иегері. Құрмет Бағлан Телефонда өткен облыстық чемпионатының 2-ші орын иегері, 9-ші, 11-ші сынып арасындағы қалалық мектеп лигасының волейбол ойынының 3-ші орын жүлдегері, мектепшілік диқан ойындарының жеңімпазы. Манасбекова Жансая, физика арасында өткен облыстық физика пәні олимпиадасының қалалық кезеңінің 2-ші орын жүлдегері. Жасыл әлемнің белсенді мүшесі, ұлы дала төсіндегі мәңгілік ел тарихи апталығы аясындағы тарихи тұлғалар сурет байқауының 2-ші орын иегері. Мұхтар Дәулет облыс бойынша грек-рим күресінің 3-ші орын иегері, Ақорда интеллектуалдық марафонының жеңімпазы. Нұрымжан Даниял, облыс бойынша грек-рим күресінің 3-ші орын иегері. Ақорда интеллектуалдық марафонының жеңімпазы. Бұрыш облысының арасында қалалық мектеп лигасының волейбол ойынының 3-ші орын иегері. Қалалық құрбанды фронты жылдары жаттығудың байқауының 3-ші орын иегері. Оспан Алтияр 8-ші, 9-ші сынып оқушылар арасында өткен облыстық физика олимпиадасының қалалық кезеңінің 2-ші орын иегері, ұлы дала төсіндегі мәңгілік ел тарихи апталығы аясындағы тарихи тұлғалар байқауының 1-ші орын жүлдегері, жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінің 2-ші орын жеңімпазы. Мектеп оқушылары мен жасөспірімдер арасында ұйымдастырылған 3-ші республикалық ұлы дала ұрпақтары өнер бірлік байқауының жүлдегері. Салтимбаева Наргиз, Ақорда интеллектуалдық марафонының жеңімпазы, биология пәнінен мектепшілік олимпиадасының 2-ші орын иегері, мектепшілік дебат ойындарының жеңімпазы. Ершатов Дария, менің отанға менің бастамаларымды шығармашылық жобалар республикалық байқауының облыс кезеңінің Қазақстанның жетістіктері номинациясы 1-ші орын жеңімпазы. 9-ші, 11-ші қыздар арасында волейболдан Шұбартау қалалық мектеп лигасының 3-ші орын жүлдегері. Қазақстанның Жана Есімова республикалық байқауының 2-ші орын иегері. 8-ші, 9-ші спортшылар арасында өткен облыстық физика олимпиадасының қалалық кезеңінің 2-ші орын жүлдегері. Ақорда интеллектуалдық марафонының жеңімпазы. Уәлиева Назы, Барлық республикалық ғылыми практикалық ойындары өткізілген байқаудың 3-ші орын иегері, Ақорда интеллектуалдық марафонының жеңімпазы.
Байсулла Арайым, шығармашылық жобалар республика байқауының 30 кезеңінің бірінші жеңімпазы, Ақтау интеллектуалдық байқауының жеңімпазы, 4-ші облыстық қыздар арасындағы волейболдан Шұбарлық қалалық мектеп лигасының 3-ші орын жүлдегері. Сынып жетекшісі Ожахметова Ақмарал Ерболатова. Мектептің басшысы сөз алсын ортаға деп құттықтау сөз мектеп директоры Тұрсынова Сәуле Нұрғалиевна берді. Құрметті бүгінгі 2024-2025 оқу жылының аяқталуына байланысты соңғы қоңырау салтанатты мәжіліске жиналған мектеп түлектері, ата-аналар және қонақтар. Міне, ұстаз жүрегі үшін, мектеп жүрегі үшін жылда бір келетін осындай қимастық пен үлкен мәртебе, сағыныш пен құрмет салтанатты жиыны өткелі отыр. Биылғы оқу жылын 35 жас түлек нөмір 25-ші Алихан Бөкейхан атындағы мектептің түлектері болғалы отыр. Қанаттарын жайып, өз жолдарына алған білімдерін, алған ілімдерін алып, үлкен сапарға қадам бастамақшы. Айналайын түлектер. Иә, үлкен білім шыңынан, үлкен білім сынынан, 11 жылдық мектеп қабырғасынан бүгінгі күні ең бірінші балалық шақпен, екінші оқушы деген атақпен қоштасқалы отырсыңдар. Өмірді біз айтпай-ақ түсінесіздер, әртүрлі, әр салалы, қиялы, толған жолы әртүрлі сапар. Сондықтан осы бүгінден бастап маңдайларыңызға тек қана сәттілік, ақ жол, ойлаған армандарыңыз орындалып, алдағы тағы да бір студенттік өмірге жол беретін біздің ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы өтіп, арман құшақтарына ілесе беріңдер. Барлық ойлаған армандарыңыз алдарынан шығатын болсын. Мен сіздерге аналық жүрегіммен осы мектептің басшысы ретінде тек қана ақ бата, үлкен сәттілік тілеймін. Балалар, кеше ғана өздеріңізбен жақсы бір кеш өткізгенде айтқан болатын. Қайда жүрсеңдер де ең бірінші сендердің жүректеріңде болатын ол өздеріңнің ата-аналарыңның ақ батасы, ата-аналарыңның ақ тілегі, ата-аналарыңның сөзін жерге тастамай, сендер үшін бастарын төмен қаратпай, менің балам азамат, менің балам бүгінгі күні, менің қуанышым, менің жетістігім деген үлкен атаққа ие болыңдар. Ананың батасын алсаңдар, сіздердің арман жолдарыңызда үлкен биік болады. Сондықтан ең бірінші жүректеріңдегі имандылық, кеңдік, тектілік, таза ақ ниеттер үлкен армандарға сапқата алады. Сендерге ақ жол тілеймін, әлі де үлкен сәттілік тілеймін. Бұл сынып бір жағынан білімді сапасы болса, екінші жағынан балалардың спорттық деген қызығушылары көп, үлкен жетістіктері бар, үлкен сапалы сынып. Сондықтан осындай жақсы тәрбие беріп, мектеппен бірге қол ұстасып, балаларды үлкен азамат қылуға, жол сапарға шығаруға бізбен бірге жұмыс істегендеріңіз үшін көптен көп рахмет айтамын. Балаларымыз бақытты, бізден де бақытты ғұмыр кешсін. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық беріп, бақытты елдің бақытты азаматтары болуына шын жүректен тілектеспін.
қосыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі Нұрпейісова Айгүл Қайыртайға беріледі. Құрметті ұстаздар, қадірлі түлектер, ата-аналар, қонақтар, бүгін ерекше күн. Соңғы қоңырау бұл жай ғана күн емес, бұл сыныптастармен, сүйікті мұғалімдермен қоштасу белгісі. Сіздердің алдарыңызда емтихандар, мамандық таңдау, университет таңдау сондай дәрежеде жатыр. Сондықтан Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің атынан сіздерге үлкен табыстар тілеймін. Біздің университетте Қазақстанның түкпір-түкпірінен, шетелдерден мыңдаған студенттер білім алуда. Біз өз тарихымызбен, заманауи зертханаларымызбен, ғылыми жетістіктерімізбен және біздің түлектерімізбен мақтан тұтамыз. Негізі жастар, біздің жастарымыз стратегиялық ресурс деп санаймыз. Сондықтан университет ретінде біз талантты жастарды әрдайым қолдануға дайынбыз. Құрметті қонақтар, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің білім беру грантын бүгін Қазақстан тарихы пәнінің республикалық олимпиаданың жеңімпазы Шорман Жасминге табыстауға рұқсат етілді. Әрқашан жолдарыңыз ақ болып, ойлаған армандарыңызға жете беріңіздер. Сабина Галина, сізге де рахмет. Осындай грант, Жасмин грант иегері болып, үлкен табыстарға жетіп жатыр. Солтүстік Қазақстан университетіне де үлкен рахмет. Осындай үлкен
бастамаларды беріп, балаға осы Жасминға жігер беріп, ары қарай оқуына сіздердің университеттеріңізді үлкен табыстарға жеткізе берсін, биік шыңдарға жеткізе берсін. Жасмин өте талапты оқушы, 3 жыл бойы дайындалды, қаншама қиыншылықтарды көрдік, қаншама сұрақтармен жаңағы эссе жұмыстармен дайындалды. Бұл тек қана біздің біз Жасмин екеуміздің емес, бұл мектептің де арқасы. Мектептегі қазақ тілі мұғалімдерге де үлкен рахмет айтамын. Өйткені эссе жазуда бұл үлкен жұмыс деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Келесі сөз кезегін құрметті қонағымыз Қазақстан оқу-ағарту, ғылым және жоғарғы білім қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағының Солтүстік Қазақстан облыстық ұйымы қоғамдық бірлестігінің Петропавл қалалық комитеті филиалының төрайымы Макишева Салима Хайруллақызына беріледі. Құрметті ата-аналар қауымы, құрметті ұстаздар қауымы, құрметті біздің оқушыларымыз, бүгін сіздер үшін ерекше күн, соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Балалар бүгін міне осы қызыл дорожкамен өткенде сіздердің мақтаулы сөздеріңіз, осы мектептің сіздерге арнаған мақтаулы сөздері өте көп болды. Жаңа біз тағы да жақсы оқиғаға куә болатынымыз. Осындай өмірлеріңізде осындай жақсы оқиғалар көп болсын. Сәуле Нұрғалиева мектеп оқушыларының жетістігі көп болсын. Біздің еліміздің беделді азаматтары болуларына тілектеспін. Бүгінгі ата-аналардың, мұғалімдердің көзайымы болсаңыздар, болашақта осы біздің Қазақстан Республикасының беделді азаматы болуға, мақтанышқыштарымыз болуға, көзайымы болуға тілектеспін. Ақ жол сіздерге, балалар. Және де осы мектеп ашылғалы, бұл мектептің тарихы ондай үлкен емес. Осы мектепте ұжымды қалыптастыратын кәсіподақ ұйымы жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бірінші күннен осы кәсіподақ төрайымы болған ортаға шақырғым келіп тұр. Акашева Айжан Естайевна, Алихан Бөкейхан атындағы номер 25 мектепті орыс тілі және әдебиет пәні мұғалімі, кәсіподақ ұйымының төрағасы, аға еңбегі жауапкершілігі
ерекше күн. Соңғы қоңырау күнмен шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймын. Бүгін сіздерге балалық шақпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басып жатырсыздар. Осы мектеп қабырғасынан алған білім мен тәрбиелеріңізді үлкен биіктерде көрсете беріңіздер. Барлық армандарыңыз орындалып, осы өмірлеріңізде тек қана сәттілікке толы болсын. Ақ жол. Енді қазір Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы атынан алғыс хатты беруге рұқсат етіңіздер. Білім беру жүйесін дамытуға және өскелең ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесі мен жеткен жетістіктері үшін Қожанова Рақия Жарқыновна марапатталады. Келесі сөз кезегін 2024-2025 оқу жылының түлектеріне берейік. Сыйлайтынмын. Біз өміріміздің аса маңызды әрі қайталамас кезеңмен қоштасып отырмыз. Мектеппен, балалықпен, сіздермен. Мектеп біздің екінші үйімізге айналды. Осы қабырғалар ішінде біз тек білім
ғана алып қойған жоқпыз. Біз осында адам болуды, дос болуды, арман қууды, мақсатқа жету жолында еңбек етуді үйрендік. Әр сынып, әр мұғалім, әр сабақ біздің жүрегімізде бөлек-бөлек естелік болып сақталары анық. Ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Сіздер бізге тек оқулықтағыны үйретіп қойған жоқсыздар. Сіздер өмірлік ұстаным, адамгершілік, әділет, мейірім деген құндылықтарды санаға сіңірдіңіздер. Әр сабағымыз бір бар, әр сөзіміз бір тәрбие. Бізді білім әлеміне жетелеп, армандарымыздың алғашқы баспалдағына жол ашқандарыңыз үшін шын жүректен ризашылығымызды білдіреміз. Сынып жетекші, сіз біз үшін ерекше жансыз. Жылдар бойы әрбір ісіміздің жағдайымызды бақылап, тәртіппен тәрбиені қатар ұстанып, ақылмен, сабырмен, жүрекпен жол көрсеттіңіз. Қиналғанда демеу болып, қуанғанда бірге қуанып, бізге екінші отбасы бола білдіңіз. Сізге деген алғысымызды сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіз біз үшін мәңгі ұстаз, мәңгі жетекші болып қаласыз. Сондай-ақ бізге қолдау көрсеткен, жанашырлық танытқан ата-аналарға, мектеп әкімшілігіне, әр мұғалімге ерекше алғыс білдіреміз. Бүгінгі жетістіктеріміз сіздердің еңбектеріңіздің нәтижесі. Біз енді жаңа өмір жолына қадам басамыз. Бірақ қайда жүрсек те, жерімізде, мектепке, ұстаздарға деген құрмет пен алғыс әрдайым сақталады. Біз сіздердің үміттеріңізді ақтап, биік белестерге көрінуге тырысамыз.
Алдарыңнан арман жолы ашылды, күнектерге бақыт гүлі шашылды, қимастық пен білімнің алтын кілтін ізін басар жеткіншекке тапсырды. Білімнің алтын кілтін үздік аттестат иегері 11-ші Ә сыныбының оқушысы Амантай Альбина және 1-ші Ә сыныбының оқушысы Ибраимов Мирасқа тапсырылады. Құрметті мектеп табалдырығын енді ғана аттаған жас бүлдіршін. Алтын ұя мектебіміздің қасиетті де қадірді алтын кілтін өздеріңізге тапсырамыз. Осы алтын кілтті қастерлей жүріп, 11 жылдық өмірлеріңізді сапалы білім мен саналы тәрбие алып, тәуелсіздік Қазақстанымыздың жарқын болашағының адал да айбатты азаматы болады деп сенеміз. Мектеп атына кір келтірмей жоғары ұстайды деген сенімдеміз. Жас шәкірттер, білім
қабыл алыңыздар. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздердің үлкен өмірге атаға бас балдақтарыңыз әрқашан ашық болсын. Біз сіздерден алтын ұя мектебіміздің қасиетті білімін, алтын күнді қабылдай отырып, сабағымызды тек қана 4-5 деген бағаға оқып үлгілі тәрбие алып мектебіміздің атына күрт келтірмейміз деген уәде беріп ант етемін. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, сыныптастар және қадірлі қонақтар, бүгін жүрегімізде қимастық пен қуаныш қатар тербеткен ерекше күн. Бүгін біз үлкен өмірге қадам басқалы тұрған ерекшесі. Ең алдымен бізді білім нәрімен сусындандырып, адам болуға, арман қууға үйреткен ардақты ұстаздарымызға шексіз алғысымызды білдіреміз. Сіздер бізге тек қана пән үйретпей, өмірлік бағыт-бағдар бердіңіз. Еңбектеріңіз үшін бас иеміз. Ата-аналарымызға ерекше рахмет. Сіздердің сүйіспеншіліктеріңіз бен үміттеріңіз бізге қанат бітірді. Әрқашан жанымыздан табылып, қуанышымызда қуанып, уайымымызда ала болғандарыңыз үшін шексіз алғыспыз. Сыныптастарым, менің екінші отбасым, бірге күлдік, бірге армандадық, бір-бірімізге тірек бола алдық. Осы жылдар біздің жүрегімізде мәңгілік қалар естеліктерге айналады. Алдымызда жаңа белестер, бірақ осы сәт, осы бейнелер біздің жүрегімізде мәңгілік қалмас. Сау бол мектебі, сау бол балалық шақ. Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жыл мәреге жеткен күн. Бүгін мектеп ұстазым деп көңілін қимастық кешкен күн. Бүгін атаның ақ жол тілеп, ақ бата берсем деген күн. Бүгін әжем ерке ұланның ержеткен көрсін деген күн. Бүгін әкем қызым бойжетті деп мақтанған күн. Бүгін анам ұлым ержетті деп шаттанған күн. Бүгін арман қуып алысқа аттанған күн. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітірушілік түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Қош айтысып балалық шақ өткеніне, қош айтысып сүйікті мектебіне, тұрғыдан түлеп ұшқан жазғандар аттанып барады өмір көктеміне. Мектеп бітіруші түлектердің қоштасу вальсіне шақырамыз. Wherever you go.
Қадірлі қауым, жанымызға жақын, жүрегімізге ыстық жандар бар. Олар әр баланың сырласы да, ағылшысы да бола білген сынып жетекшілері. Мектеп өмірінде әрбір түлектің екінші ата-анасындай болып, жетістігіне қуанып, қиындығында демеу болған сынып жетекшілері бүгін өз шәкірттеріне ақ жол тілегелі отыр. Олай болса, Алтынұя мектебіміздің ардақты сынып жетекшілері Нұрсейіт Әбдірашитұлы мен Ақмарал Ерболатқызын ортаға шақырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, соңғы 25-ші соңғы қоңырау артыңызға құтты болсын. Құрметті жас студенттер, менің ең алғашқы сыныбым, сіздер менің мәңгі есімде қаласыздар. Мектептің қабырғасында қаншама естеліктер қалды. Сіздерге тек ақ жол тілеймін, армандарыңыз орындалсын, әрқашан адал болыңыздар, шынайы болыңыздар, біреудің алашын аттамаңыздар. Сол кезде сіздердің тек қана жолдарыңыз ақ болады. Арман мақсаттарыңыз орындалсын, сіздерге тек ақ жол тілеймін. Бізді ұмытпаңыздар, біз мектептеміз, сіздердің жетістіктеріңізді көру біз үшін қуаныш, біздің үміттерімізді ақтаңыздар, ата-аналарымыздың үміттерімізді ақтаңыздар. Ақ жол тілеймін, сәт сапар тілеймін.
Шорман Жасмин және бірінші сыныптың оқушылары Ибраимов Мирас пен Дәулет Аялуға тапсырамыз. Осыған орай ақ тілегін арнап, түлектерге бата беру үшін сахна төріне қадірлі ақсақалымыз Шілекбаев Сапарғали Біржанұлын шақырамыз. Жолдарың ақ болсын, бастарына бақ болсын. Қашанда болса да өмір жастарың ұзақ болсын. Қолдарың болашақты болсын. Өмір жастарың болашақты болсын. Шаңырақтарыңа мереке берсін. Дастархандарыңа береке берсін. Ниет ниетіміз қабыл болсын.
Аттанарда ұрпағын бақ жолына, түссін деп тура жүрер нақ жолына, арнайы ақ матадан жол төседік, ырым ғып түлектердің ақ жолына деп, құрметті мерекелік іс-шарамызға жиналған көрермен қауым, үлкен өмірге ұшқалы отырған жас түлектерімізге сәт сапар тілеп, түлектерді ақ жол тілек, соңғы сынып сағаттарына шығарып салайық. Oh, you can't hear me cry. See my dreams all die from where you're standing on your own. It's so quiet here, and I feel so cold. This house no longer feels like home. quiet here, and I feel so cold.